Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дамды болып шығатын сочниктардың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ол үшін ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантты салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бір жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Қаймақты салып араластырып аламыз. Онан соң құрғақ ингредиенттерді, яғни менде мұнда ұн мен қопсытқыш бөлек араластырып, жұмыртқалы массамызға қосып, жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Салмасын дайындап аламыз. Ол үшін ең алдымен творогқа жұмыртқаның сарысы, қант, қаймақ, ұнды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде творогтың осындай құрғақ болғаны дұрыс. Егерде сулы творог болса, ол піскен кезде кішкене ағып кетуі мүмкін. Менде қамыр шамамен тоңазытқышта 1 сағаттай тұрды. Енді осы қамырды теңдей етіп 10 бөлікке бөліп аламыз. Мен таразының көмегімен теңдей етіп 10 бөлікке бөлдім. Әр қайсысы 60-65 граммнан шығады. Қамырымызды тура видеода көрсетілгендей етіп жайып, онан соң жарты бөлігіне творогты салып, екі жанын осылай аздап қана қысамыз. Бұл сочниктар піскен кезде тағы да кішкене көтерілетін болады. Сондықтан тура видеода көрсетілгендей етіп жасап шығыңыздар. Бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығамыз да, шамамен 180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Бетіне әсемдік үшін осылай қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Осы сочниктарды міндетті түрде дайындап көріңіздер, себебі өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.